Сәлем, осы аптада кең талқыланған жаңалықтарға шолу жасайық. 68 мың теңгенің маскасы мен президенттің өзі араласқан 13 түп ағаш. Ал кеттік. Қарағанды облысында дәрігерлерге 68 мың теңге тұратын медициналық маска сатып алынған. Біреуі 68 мың теңге. Осындай масканың 200-ін сатып алған. Мемлекеттік сатып алу арқылы алынған бұл маскалардың жалпы бағасы 13,5 миллион теңге. Сонымен тоқталайық, келісімшарттың техникалық сипаттамасында былай делінеді. Сүзгілеу қасиетіне ие және ауадағы қатты бөлшектер мен булануы қиын сұйықтың әсеріне ұшыраған жағдайда аэрозольдерден қорғайды. Енді аурудан қорғайтыны айтылған шығар, мен де түсінген жоқпын. Құжатта басқа сипаттамалар енді көрсетілмепті. Желіде сатып алу туралы хабарлама пайда болып, артынша міне көріп отырмын, зерттеу Research Institute парақшасы бұл мәселеге терең үңіліп, бірінші болып елді құлағдар етті. Кейін Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы осы сатып алынған маскаларды көрсетуге асықты. Ведомство өкілдерінің мәліметінше 68 мың теңгеге сатып алынған маскалар бетті толықтай жабады және оны барынша қорғайды. Көзді, ауыз қуысын, мұрынды аэрозольдан қорғайтын айтылады. Сонымен қатар, оның бактерияға қарсы тұра алатыны және ауыстырылатын 2 сүзгісі бары көрсетілген. Менің ойымша, мұнда мәселе дәрігерлердің жансақтау бөлімдерінде қауіпсіз жұмыс істеу үшін дәл осындай сапалы, қымбат қорғаныс құралына ие болуы ғана. Шын мәнінде бұл маскалардың бағасы, шын айту керек, бір досымның стилінде сөйлесем, анау айтқандай шарықтап кетпеген. Бастысы, мұндай тауарларда сертификат болу керек, яғни құжаты. Әйтпесе, бұдан 10 есе арзанды алуға болады ғой. Бұл құжатсыз алар болсаң, бірақ ертең-ақ ақ халаттыларымыз бірінен соң бірі ауырып жатса, көресіні сол кезде көрер едік, сол кезде басқармаға шүйіліп береді. Бастысы, ауыстырылатын көмір сүзгілері бар, аэрозольдерден қорғайтын, бетті толық жабатын, 3М дейміз, немесе ЗМ деп маскалары алынған дұрыс енді. Тек мем сатып алу сайтында осынша қымбат құралдың сипаттамасы толық жазылмауында болып отыр мәселе. Міне дәл осы нюансты зерттеу Research Institute өкілдері дәл байқағанына шын қуандым. Себебі лот жарияланған кезде және тауар сатып алынғанда міндетті түрде сипаттамасы толық көрсетілуі тиіс деген арнайы талап бар. Бұл талап бұзылып отырғаны анық. Сондықтан мұндай күмән туып, арнайы сауал хат жолдап, оған жауап беріліп, мәселенің осылай берілгені өте дұрыс дамудың жолындағы қоғамның ісі емес пе деп ойлаймын. Енді сіз де мемлекеттік сатып алу сайтында жарияланып жатқан лоттарды қадағалап, әр тауардың сипаттамасын көре аласыз. Ең бастысы, миллиондаған ақшаның желінбей, жымқырылмай, дұрыс жолмен сатып алынғаны жақсы болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы басшысы Тедрос Гебрейесустың мына сөзін келтіріп өтейікші. Бұл қорқыныштың емес, нақты факт келтіретін уақыт. Бұл қауесетке сенудің емес, ғылымның уақыты. Ойбай, 13 түп ағаш кесілді. Бұған дейін 13 түп ағаш үшін ел осыншама наразы болып, іс тіпті президентке жеткен жағдайын естімеппін, көрмеппін де. Бәрін басынан бастайықшы. Тек қысқа. Алматыда түнгі 4-те әлдекімдер 13 ағашты төбімен кесіп кеткен. Сұлпак техника дүкенінің алдында. Мұны көрген экологтар, жалпы бей-жай қалғысы келмейтін алматылықтар шулай кетті. Сосын бірінші болып Сұлпак өкілдері өздері пікір білдірді. Ойбай, бұл біздің жер емес, оған тіпті қатысымыз жоқ, ол аз десең өзіміз де полицияға барып шағымдануға дайынбыз дейді. Бірақ өтіріктің арты бірақ тұтам екен. Әкімдік бұл ағаштардың кесілуіне Сұлпактың қандай да бір қатысы бар деген ақпарат таратты. Анығында Сұлпак енді тауар белгісі ғой. Оған иелік ететін Arena S компаниясы. Сөйтсек, дүкен алдын тазалап, абаттандыру үшін мердігерлерді жалдаған екен. Олар ақыры бұл ағашты кесіп тастаған. Қызық болғанда полиция келіп, тапсырыс берген компанияны емес, сол тапсырысты орындаған 2 кәсіпкерлікке, яғни мердігерлерге айыппұл салған. Бірінші бап түнде тыныштықты бұзды және аумақты дер кезінде жинамады деген 2 бап бойынша біріне 55 мың, екіншісіне 83 мың теңге айыппұл салып кетіпті. Қалайша? Ал кесілген ағаштың обалы кімге? Дей бергеніміз сол еді, енді сол ағашты қырқудан келген шығынды есептеу үшін Жасыл экономика басқармасы тексеріс бастапты. Бұл күнге дейін сол шығын анықталып, жалпы шығын қазір айтып отыр 900 мың теңге деп бағаланған. Неге сонша көп десеңіз,
кесілген ағаштар жойылу қаупі төніп тұрған емен ағашы болып шыққан. Қазақстанның қызыл кітабына да енген екен. Енді бір қызық тұсы, Сұлпак берген тапсырыста ағашты қырқу туралы міндет болды ма, жоқ па? Мердігер компания өкілдері ағашты кесу туралы міндет болды дейді. Ендеше келісім шартты көрсетіп, өзіңді ақтап алуға не кедергі? Қайткенде де құқық қорғау органдары бұл мәселені анықтаймыз деп отыр ғой. Енді осы күнге дейін кешірім сұрағысы келмей отырған Сұлпак кінәлі ме, әлде мердігердің шаш ал десе бас алған кезекті оқиғасы ма деген дилемма туып отыр. Осылайша іс бітуге тамам. Іске президент Тоқаевтың өзі араласып, бәрін реттеуді тапсыруынан кейін дүкен алдында көптеген ағаш отырғызылып жатқанын да байқадық. Бірақ бұндай проблема менің ойымша ары кеткенде әкімдік деңгейінде шешіліп, әкімдік өз кезегінде ағаш кесу проблемасын түбегейлі жоюға, солайша алматылықтарды тыныштандыруға бір қарекет жасаса дейсің. Өсіп тұрғанына 70 жыл болған ағаштардың қала табиғатына пайдасы жайлы айтып жатудың да керегі жоқ шығар. Ағашты кеспеу керегін бәріміз білетін шығармыз енді. Білмесек, білмедім енді. Осы жолғы шолуымда 2 ғана оқиғаны баяндадым. Өзіңізде осы аптада қандай жаңалықтар болғанын және әлгі мен айтып кеткен жаңалықтарға қандай көзқараста екендеріңізді пікірге жазсаңыздар болады.